кезден-ақ күнделік жазу әдетім бар еді ғой. Демалыс күні сонымен айналсам. Сізді қатты сағынып жүргеннен болар. Өзіңізбен сырласқандай болады. Әдеттегідей сіз бүгінде арайлап таң атты. Сиыр сауып жүрмін біраздан бері. Себебі мамамның аяғы ауырып жүр. Жоқ, сіз уайымдамаңыз, анашым. Оның еш қиындығы жоқ. Бүгінде әдеттегідей шай жасауға кірістім. Айтпақшы, өткен демалыста әдейлеп үлгерген елдарыңыз көркем сөз байқауына қатысқысы келетінін айтты. Көркем сөз байқауы өтейін деп жатыр. Апа, өтіне қатысайсың? Қатыса ғой. Жақсы кәсіп шалдар тіктіріңдер, ойығын сағындар. Жақсы мама, патриоттық тақырыпта өтем әкесі, не жаттатамыз? Мұхтар Шахановтың бала күнінде отырар поэмасын жаттап өзіңіз әке, Шыңғыс хан рөлінде ойнатып. Енді немерені жаттасын? Жаттасын, жейсін. Сөйтіп, жаттайтын шығарма анықталды. Анашым, қашан дайындаламыз? Дайындалай, айта ғой. Даңқын қайда төс көрілеген 200 мың әскерменен. Балам, орынды қалып кеш, мен саған көрсетейін. Сен Абылай хан, Қайыр хан рөлін ойнайсың. Рух керек, жігер керек. Менің алғыр ұрпағымның сүйегіне зор тамба. Намысыма сұра түстім ма? Сенің арқанда! Деп шағандайға қарайсың. Бар? Осылайша елдар жеңімпаз атанды. Мүслім мен келбетке де көңіл бөлуді ұмытпаймын. Мүслім қызықтау, ақылды тентек десе де болады. Ал келбетім қуыршақтай нәзік. Үй шаруашылығымен демалыс күндері айналысуды орай келеді. Бұрын саусағымның ұшын да тигізіп көрмеген істерінің бүгінде шеберімін анашым. Бір мезгіл балаларға уақыт тауып серуенге де алып шығуға тырысамыз. Осындай қыдырыстар біз үшін аса маңызды болмағанмен, балалар үшін үлкен демалыс екен ғой. Бұл да сіз берген тәрбиенің жемісі. Жасай берші жан анашым, жоқ менің одан өзге тілегімде. Музыка мектебінен білім алғанымның да пайдасын көріп келемін. Алайда қаншама өзіңізге ғұмыр тілеп, ән шырқасам да айтпайды екенсіз. Шіркін. I watch TV. Что это означает? Я смотрю телевизор. Хорошо, дальше. I listen to music. Music. Слушать музыку. Я слушаю музыку. Very good. Третий сон. Анашым, айтқан ақылыңыз тура келді. Қазір бәсеке заманы. Ағылшын тіліне бейімділікті байқап, ұштағаныңызға да мың алғыс. Анашым, сіз уайымдамаңыз. Папамда бәрі жақсы. Барып тұрамын үйге, бірақ осы демалыста қолым тимеді. Жұмысым ауыр. Қазір анашым, сіз мектепте істеген кездегідей емес, толағай өзгерістер. Сондықтан маған қолдау жасап, тірек болып жүрген дәулетіндей азаматымның болғанына шүкір деймін жаратқанға. Қыздарынан кем көрмейтін ата-енемнің барына да тәубендемін. Менің бар жақсы жағдайымды жасап жүрген жандар ғой. Айтпақшы, мен жыл мұғалімі байқауына үміткермін. Анашым, жеңімпаз атану оңай емес екенін білемін. Алайда тағы анық білерім. Жақсылықты асыруды үйреттім. Жамандықты жасыруды үйреттім. Жауласқанға ақ құйрығын кессін, жақсыларға қосылуды үйреттім. Алғанымды қайтаруды үйреттім. Арызымды айталуды үйреттім. Қабатымнан қар жаудырып кезде күтпей болып ашылуды үйреттім. Бағып келсін, келген деген жұмма